Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп гимназия. Қазақ тілі пәні бойынша 2-ші сынып оқушыларының өзіндік жұмысы. 4-ші тоқсан. Сабақтың тақырыбы сын есім. Оқиға құрастыра аламын. Оқу мақсаты. Мәтінді түсініп оқып, оқиғаның мәтін екенін дәлелдеу. Ребустың шешімі бойынша сөйлем құрау, сауатты жазу, сын есімдерді таба білу. Оқиға құрастыра аламын. Сын есім. Ал балалар, 50-ші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы. Алдымен мәтінді түсініп оқып алайық. Мүйіз тұмсық ірі жануар. Оның мүйізі жіңішке талшықтардан құралған. Алайда мүйіз тұмсық күндіз сұлап жатады да айбарлы дыбыс шығарады. Ал түнде жайылымға шығады. Мәтіннің тапсырмаларын оқиық. Мәтін не туралы? Оқиғаның мәтін екенін дәлелде. Мәтіннің түрін анықта. Балалар, мәтіннің неше түрі бар? Еске түсіреміз. Әрине, 3 түрі бар. Қандай? Яғни, осы мәтіннің 3 түрінің ішінен қайсы екенін анықтаймыз. Келесі тапсырма. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Яғни, қарамен жазылған сөздер бізде қандай сөздер? Ірі, жіңішке, айбарлы. Енді осы сөздерге сұрақ қоямыз. Сұрақ қойып болған соң, нені білдіріп тұрғанын айтамыз. Ал ережені есте сақтайық. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, қандай, сұлу, қоңыр, қандай, қоңыр, сопақ, қандай, сопақ. Яғни, заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есімнің сұрақтары ережені жаттап аламыз. Бірінші жаттығуға қарайық. Жұмбақты көркемдеп жазып шық. Шешуін тап. Балалар, үзіліске қойып қоямыз да, жұмбақты көркемдеп жазып шығамыз, және шешуін табамыз. Жұмбақты көшіріп жазып, шешуін тапсақ, сын есімдердің астын сызамыз. Сын есімді қалай табамыз? Әрине, сын есімнің ережесін есімізге түсіреміз, сұрақтарын қоямыз. Жұмбақтың шешуін табуға қай сөздер көмектесті? Содан соң қорытынды жасап көр. Бірінші жаттығуды орындап болса, 52-ші жаттығуға қарайық. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Яғни, біз ребусты шешу үшін не істейміз? Алдымен суретте не бейнеленгенін біліп аламыз. Бірінші суретте тауық,
Екінші суретте қаз, үшінші суретте алма. Ал енді осы жерден ребусты шешіп, шешуіндегі сөзді қатыстырып, сөйлем құрап жазамыз. Үлгермеген жағдайда бейнебаянды үзіліске қойып қоямыз. 53-ші жаттығу. Жаңылтпашты қатесін түзеп көшіріп жаз. Яғни бұл жерде жаңылтпашты бізге қатемен жазып беріпті. Соның қатесін тауып, дұрыстап көшіріп жазамыз. Одан кейін сын есімдерді табамыз. Сын есімдерді табамызда ирек сызықпен сызамыз. Үлгермеген жағдайда бейнебаянды үзіліске қойып қоямыз. Балалар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбымыз сын есім және оқиға құрастырамыз. Ал енді 54-ші жаттығуға қараймыз. Суреттерге қара. Сол бойынша қандай оқиға болғанын әңгімеле. Ата-аналарымызға сурет бойынша әңгіме құрастырып береміз. Сын есім туралы не білеміз? Білемін, білдім, білгім келеді. Орындалған тапсырманы электрондық пошта немесе WhatsApp мобильдік қосымшасы арқылы жібереміз. Бейнебаянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек. Сау болыңдар балалар, келесі сабақта